Сәлем қыздар, бүгін сіздермен өте дәмді 20 минутта пісетін печенье дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен бөлме температурасына ерітілген сары майға сахарный пудраны қосып араластырамыз. Содан кейін жұмыртқаны, медті қосамыз. Жақсылап миксермен араластырамыз. Содан соң содамызды қосамыз, аздап имбирь мен корицаны қосып аламыз. Егер араларыңызда ұнатпайтындарыңыз болса, мүлдем қоспасаңыздар да болады. Содан кейін онда екі бөлікке бөліп қосып шығамыз. Бұл кезде лопаткамен немесе қасықпен араластырамыз. Тестамыз осындай болып шығады. Азап қолға жабысқақ болуы мүмкін. Ол арасында мед болғандықтан, сондықтан ұн қосып керек емес. Дайын тестаны холодильникке 2 сағатқа қойып аламыз. Аздап мұздатылған тестаны бөліктерге бөліп, қалыңдығы 1-1,5 см етіп шайып аламыз да, осындай формалармен кесіп шығамыз. Кез келген форманы қолдансаңыздар болады. 180 градуста 20 минутқа пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Мен балаларға дайындағандықтан бетіне сгущенка қостым. Сгущенка қоспасаңыздар да болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер.